Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі видеода Қытайдың лас, жеркенішті, сонымен қатар боялған заттар туралы айтатын боламыз. Сіздермен Алтын Балта арнасы. Осы видеоны көру арқылы өздеріңізге керекті мәліметті аларсыздар деген үміттемін. Қытай тауарларын басқа елге сату үшін сыртын жылтыратып, әдемі қылып көрсетуге тырысады. Сондықтан алма және де басқа заттарды бояғышқа салады, түрлі дәрілерді егеді. Ондай бояғыш заттар өсімдіктердің, жемістердің сыртын бояп қана қоймай, құрт-құмырсқаларды жолатпайды. Қытайдың Шанхай қаласында 40 қабатты неше түрлі бояғыш заттармен пайда қылған еді. Видеоға назар салып қарайтын болсақ, қытайлар осындай 40 қабатты жасаудың шеберіне айналыпты. Алдымен суға толы ыдыстың ішіне ақ сұйықтықты құйып алады. Ал 40 қабатқа ұқсау үшін екінші жерге жасыл түсті араластырады. Құйып болған соң суға батырып алады. Міне 40 қабатымыз да дайын. Енді тек оны домалақ пішінге келтірсек болды. Енді бұны шын 40 қабаттан айыру мүмкін емес. Қытайлықтар күрішті істеудің де сырын ойлап тауыпты. Бұл тәсіл үшін егін егіп, оны баптап жетілдіру қажет емес. Ол үшін тек силикон немесе бірнеше килограмм пластик бөтелкелер жеткілікті. Пластикті арнайы құрылғыға салып, керекті пішінде кесіп тастайды. Осы күрішті дайындау барысында біз білмейтін қосатын қоспалары болса керек, дайындалған күрішті шын күріштен айыру мүмкін емес. Ал мынау қытайлықтардың жасанды еті. Бұл 40 қабатты жасаған арнайы сұйықтықтан жасалады. Осы видеоны әлеуметтік желіде достарыңызбен бөлісіңіз. Қытайдан әкелінген заттардың барлығы таза табиғи өнім бола бермейтінін біле жүрсін.